Ей, дипломы жоқ бейшара. Сен кімсің? Екі парақ қағазың жоқ қолыңда. Сені кім жұмысқа алады? Деп кезінде мені балағаттап, ә, намысыма тиіп, сондай сөздер айтылған болатын маған. Қазір ойлап отырсам, сол сөздердің бәрі қате екеніне көзім жетті да, сол дипломсыз-ақ көптеген табыстарға жетіп, армандаған бүкіл ойымды іске асырып, үлкен үлкен жұмыс жасап жатырмын. Бірақ та сол естіген сөздеріме байланысты балаларыма кішкентайынан айтатынмын. Ертең барған жерлеріңде осындай дипломы жоқ, қолында екі парақ қағазы жоқ, сорлы деп айтады. Сол үшін оқыңдар, қандай да болсын дипломдарың болу керек қолдарыңда деп айтатынмын. Әке шешем оқытам дегенде тыңдамай, ерте күйеуге тиіп, сол өміріме қазір, бұрынғы енді қазір өтіп кетсе де, сол өмірім қазір үлкен өкінішпен қараймын. Бірақ та енді оны қайтадан уақытты қайтарып ала алмайсыз ғой. Бірақ қазіргі өміріме ризамын. Сол сөздер мені қанаттандырды. Сол сөздер мені қуаттандырды. Алдыға қарай жетеледі. Қазір сол кісілерге рахметімді айтам. Өйткені солай айтпағанда мен мүмкін осылай болып отырмас па едім, кім біледі. Ешқандай дипломсыз-ақ ауылдан шығып, үлкен қалада жұмыс жасап, қазір міне Астана қаласында тұрып жатырмын. Өміріме өте ризамын. Сондай кезіндегі кеткен қателіктердің бәрін орнына келтіріп, бүкіл арман мақсаттарыма жетіп, осы сет арқылы жақсы табыстар табудамын. Әлі де кеш емес, ешқашан да кеш емес. Сіз де өзіңіздің ойыңыздағы армандарыңызға жете аласыз. Маған былай айтып басып кетіңіздер.